Қазақстан жері мыңдаған жылдық тарихты сақтаған қасиетті мекен. Сол қазыналардың ішіндегі ең құндысы алтын адам. 1969 жылы Есік қорғанын қазу барысында Кемел Ақышев бастаған археологтар күтпеген керемет олжаға кезіккен еді. Жер қойнауынан жарқыраған алтын бұйымдар көрініп, олар ерекше мазардың ашылатынын сезінді. Археологтар абайлап жұмыс істеп, ақыры сақ дәуірінің жас көсемі немесе ханзадасы болуы мүмкін тұлғаның толық алтын сауытын тапты. Бұл біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырға жататын теңдессіз қолөнер туындысы еді. Алтын адамның бас киімі үшкір төбелі болған. Онда қанатты барыстар мен түрлі мифтік аңдардың бейнелері орналастырылған. Сауытында 4000-нан аса алтын пластина бар. Әрбір әшекей ежелгі сақтардың дүниетанымы мен өнерінің көрінісі. Жануарлар стиліндегі оюлар олардың табиғатпен етене өмір сүргенін дәлелдейді. Уақыт тізбегін артқа айналдырсақ, біз сақтардың қуатты тайпа болғанын көреміз. Алтын адам сол даланың ержүрек қорғаушыларының бірі болған. Оның бейнесі еркіндік пен ерліктің символы.